ауылдан болам. Ай, яки. Салам сол Верананың бірінші рет болған андай нәрселерді жинап үлгере алмай қаламыз ғой. Ал сәлем достар, сіздермен бірге Емін-еркін YouTube арнасы. Бүгін ең алғашқы шығарылымымыз, нөмірі 1-ші шығарылым. Және бізбен бірге менің досым Алихан. Ең бірінші қонағымыз Алихан, себебі ол маған жақын адам, жақын досым болғандықтан басқа шақыратын қонақ жоқ десек. Енді не дейміз енді? Ең алдымен өзімізбен таныстырып өтейік. Мен аты-жөнім Амиржанов Ержігіт болады. 3-ші курс оқимын, студентпін. Негізі подкастпен қызығып жүргенімізге біраз болды. Қателіктер, кемшіліктер болса, енді айып етпеңіздер. Емін-еркін деп қойған себебіміз, біздің подкастымыз бір ғана тақырыптан тұрмайды. Әр шығарылымда әртүрлі қонақ болады, соған байланысты әртүрлі тақырыпта болады. Яғни студенттің өмірінен бір естелік ретінде шығарып отырмыз. Бұны бір керемет бір подкаст деп ойлап қалмаңыздар. Сол, өзіңе дейсің, Алихан? Жалпы рахмет, Ержігіт. Бүгін енді өзіміз бұрыннан бірінші курстан демей қойық, екінші курстан бастап өстіп ойлап жүргенбіз. Қазір 3-ші курстың аяғы болып қалды. Енді қолға алайық деген сияқты шешім қабылдап, өзіміз ютубтардан, әлеуметтік желілерден талай подкасттарды көру арқылы сөзін ашық енді ақша жасау керек болып тұр десек. Сол арқылы өзіміз өмірдің ағымына қарай бізде елден кембіз ба деген сияқты осылай подкаст түсірсек деген ойға кенелдік. Әртүрлі, жаңа айтып өткендей, бұл арнамыздың аты Емін-еркін. Бұл яғни бұл жерде әртүрлі салада болады. Мысалы, мен өзім неге қызығамын? Мен футболға қызығамын. Тағы біз театрға қызығамыз. Театрда ойнаймыз, өзіміз шабыт студенттік театрында. Сол туралы содан да қонақтар әкеп шақырып осында неше түрлі подкасттар түсіретін боламыз. Жалпы мен өзім таныстырып өтсем, есімім Думанұлы Алихан. Осы Семей өңірінен боламын. Абай облысы, Үржар ауданы, Айтбай дейтін кішігірім ауылдан боламын. Ай, яки. Сол жалпы Семей өңірінің тумасымын. Абай облысы, Үржар ауданы, Айтбай дейтін кішігірім ауылдан боламын. Соны бітіріп, осы Өскемен қаласына оқуға түстік. Қазір 3-ші курс оқимыз, қазақ тілі әдебиеті мамандығында. Бүгінгі шығарылымда енді уақыт бізде тығыз болып тұр, сондықтан өзімізді таныстырумен аяқтағанымыз дұрыс шығар. Біз енді бүгінгі тақырыбымыз негізі футбол туралы болатын. Өзім футболға қатты қызығамын. Бала кезден бастап футболға қызығып, футболшы болғымыз келген, ол талай ұлдардың арманы шығар негізі футболшы болу. Бірақ біз Қазақстанда ол оңай емес. Қазақстан өйткені футболдан өте әлсіз. Қазақстан рас қой. Көріп жатсыздар, қазақ футболы енді дамып келе жатқан шығар. Талай жұлдыздар, Дастан Сатпаев сияқты жұлдыздар шығып, Еуропаның мықты командаларына ауысып жатқаны. Ал былай қатты дамымаған ғой біздің футбол. Бізде футзал ғана ғой. Бүгін Қайратпен ана ұмытып қалдым. Финал болады бүгін футзалдан түнгі 11-де. Бірге көрейік соны. Тамашалаңыздар. Мен таныстырмаппын толығысын. Мен өзім сонау 2004 жылы қазіргі Жетісу облысы бір талғандай болады. Өзім сол Жетісу облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ ауылында, Талдықорған қаласында дүниеге келгенмін 2004 жылы. Қарабұлақ ауылында тұрамыз. Қазір оқуға түстік Өскемен қаласына. Тағы не айтайын, 3-ші курс қазақ тілі әдебиетінде оқимын. Соның бұл бастырмамыз енді бір жағынан подкаст болсын дедік. Өзіміздің бір жағынан өміріміздің кішкентай болсын бір естелік ретінде түсіріп отырмыз бұны. Кейін универ бітіріп кеткенде де әйтеуір күндердің бір күнінде бір естелік ретінде көру үшін. Сол, микрофон істеп жүрді. Ош камера қойма. Камера өшіп бет алып сөйлеп тұрмыз. Сол енді осылай бұйырса енді Алиханнан бастаған жөн көрдік. Негізі өзіміз екеуміз бастап түсірейік дедік. Сосын өзімізден бастайық дедік. Бірінші Алихан футбол қызығы, сол футбол туралы әңгіме айтып, бұйырса енді келесі шығарылымдарда қонақтар шақырып, олардың қызығушылықтарына қарай басқа тақырыптарда түсіреміз, Алла қаласа. Енді сол өзіміз таныстырдық. Толық таныстырмадық негізі әлі, әлі көп қой, бір подкаст жетпейді. Негізі бір подкаст жетпейді. Осы подкасттарды көру арқылы бізді тани бересіздер ғой.
Ол емін еркін нөмір 1 шығарылым. Ал ендеше кеттік тезіне. Ана жерде ғыж. Енді былай бастайық. Кішігірім футболдан айтып өте шығайық. Жалпы ержігіт, сен қандай футбол клубтың жанкүйерісің? Негізі бір 4-5 оққаннан бастап футбол көріп, футболға қызығып, былай ойнап бастаған негізі. Ауылда сол өзіміздің братандармен дейміз ғой, ағалармен футбол ойнап, қызығып бастап, сөйтіп көріп бастадым да, сөйтіп телевизордан, ютубтан, интернеттен көріп бастадық. Содан бері Реал футбол клубы ұнайды өзіме. Енді кішкентай кезімде Роналду ұнайды маған. Сөйтіп Роналдудан бастап, сөйтіп Реалға болеть етіп, мен Роналду кетті, енді ауысып кетті басқа клубқа. Сонда да әлі күнге дейін сол жүрегімізде Реал қалды ғой. Өзім бір 7-8 оққанда қатты фанат болып ойын жібермей көретін. Сөйтіп карантин анау мынау болды. Сабақ енді 9-10-11-де уже футболды көруді қойдым да. Футболға қызығушылық кетіп қалды. Сөйтіп қазір енді былай шет жағасын жаңағы не болып жатқанын ғана көріп отырамын. Былай қазір фанат емеспін негізі футболды. Өзің туралы айтсаң, Әлихан футбол. Жалпы мен футбол десе ішкен астында жерге қоятын жандардың бірімін. Жалпы Еуропа футболына осы 2015 жылдан бастап футбол көре бастадым. Бұрындары қызығатын, неше түрлі формулар, Бразилия ұлттық құрамасының талай формулары болатын. 2014-те Бразилияда өткен әлем чемпионаты өтті. Сол кезде Бразилияға жанкүйер болдым, бірақ Бразилия Германиядан ірі есеппен 7-1 ұтылып қалды. Сол финалда Аргентинамен ойнады. Сол ойынды көрдім. Аргентинада ойнап жүргенде бір ойыншы менің көзіме түсті. Ол Лионель Месси болды. Сол Месси Барселона клубында ойнайтын, Барселона клубының қазіргі енді тірі аңызы. Сол 2015 жылдан бастап мен оқитын өз сағат алды. Жақсы. Осы мен шығарымыз аяқталды қойсаңыздар. Жер. Жалпы сол айта салайын, Барселона футбол клубының жанкүйерімін 2015 жылдан бастап. Сол талай бізде 2015 жылы мен футбол көріп бастадым. Сол жылы Барселона клубы Чемпиондар лигасын жеңген болатын. Сол футбол көргенмен міне 10 жыл болып қалды, 2025 жыл. Сол жылдардың арасында Барселона футбол клубы әлі жеңбеді Чемпиондар лигасын. Мен көре бастаған соң мен 1,5 алам екен. Одан емес, енді бірталай қиын кезеңдер болды. Еуропа лигасында ойнаған кездеріміз болды, оны да ұта алмадық. Манчестер Юнайтед, Галатасарай сынды ортаңғы командалардан ұтылып, сол қиын кезеңдер болды. Нападающийлер, шабуылшылар болмай, бізде қорғаушылар алдыңғы шепте ойнауға мәжбүр болды. Сөйтіп келе бізге осы 2025 жылы Барселона футбол клубы жаңа дәуірін бастады. Жаңадан Ламин Ямал сынды, Педри, Гави сынды жұлдыздар шыға бастады. Пау Кубарси қорғаныста осындай мықты футболшылар шығып, қайттан Барселона футбол клубын жаңа деңгейге жеткізуде. Міне жартылай финалға да жеттік өстіп. Бірінші ойын Интермен 3-3 есебімен аяқталды. Осы жылғы Ел Классикода ержігіт Реал Мадридке вальт етеді, мен Барсаға вальт етемін. Нағыз Барса тиктоктардан шығып атады ғой. Барса мен Барса дейді. Андай өтірік дос дейді. Реал өтірік дос, Барса мен Реал шын достар. Енді Реал Мадридті осы жылы қуаныштым. 3-ші рет жеңдік. Бірінші ойын 4-0, екінші ойын 2-5, үшінші ойын алдында ғана болды. Қашан болды? 29 сәуір күні болды. Ол кезде 3-2 есебімен біз Барселона футбол клубы жеңіске жетіп, Испания патшасының кубогын иелендік. Енді трейбл жасауға жақындап келе жатырмыз. Бірінші ойын Интермен 3-3 есебімен аяқталған Барселонаның алаңында. Енді 3 күннен кейін Интер футбол клубының алаңында Сан-Сирода қарымта матч өтеді. Соған барлығымыз Барселонаға жанкүйер болайық. Сол. Әлихан байқаған шығарсыңдар өздерінде футболдың қандай жанкүйер екенін. Әрбір сөзі бұл комментаторлардың сөздерінен кем емес, олардың артық болмаса. Енді не дейміз енді, бұл шығарылымның әлі басы, біз толық уақыттың шектелуіне байланысты бар жағынан шығарылымызды толық аяқтап үлгермедік.
әлі де жалғастырамыз деп сенемін келесі. Алдағы уақыттарда сіздермен бірге мықты жақсы шығарылымдарды сіздермен бірге бөлісеміз деген ойдамыз. Уақыт тапшылығы болып қалды. Осындай бізге аудитория беріп жатқан Пушкин кітапханасының ұйымдастырушыларына, осы кабинетті тауып берген біздің жалпы группада біз 3 ұлмыз, жалпы 80 қыз бар, соның біреуі жоқ. Енді келесі шығарылымдарда болады шығар, белгілі себептерге байланысты ол бүгін келе алмай қалды. Сондықтан Жамбылға да көп рахмет осы кабинетті сөйлесіп ақылдасып бергеніне. Біз енді бір қызды шақырғанбыз, ана жерде тұру керек, камераның ар жағында ол жоқ. Уақыт бітіп қойды, білмеймін ол қайда кетіп қалды. Мөлдір қайта бер десе. Осындай бізге Пушкин кітапханасына рахмет айтамыз. Енді келесі жолдары ертерек келіп, енді осы жол бірінші подкаст болған соң біз штатив, не деп айтады, қазақшасын білмей айтайық, штатив, мына жерде тұрған микрофондан петличкаларымыз болмай қалды. Сондықтан енді Бұл саламдар. Сол, үлгере алмай қалдық. Бірінші рет болмаса андай нәрселерді жинап үлгере алмай қаламыз ғой.